Ассалаумалейкум достар, сіздермен Автолай каналы. Бүгін біз шығарылымызды Алматы қаласындағы Барыс автокөлік базарындамыз. Достар, осында тұрған фура бағаларын қазір таныстырып шығатын боламыз. Біздің каналға тіркеліп, видео соңынан обзорда лайк басып пікір қалдырып кетулерін сұранамыз. Достар, алдын ала ренжімеңіздер, бұрадағы жүк автокөліктерінің, фуралардың болмаса прицептердің бағасы көрсетілмеген. Егер қандай да бір көлік ұнап жатса, міндетті түрде телефон нөміріне хабарласып, бағасын сұрап білсеңіздер болады достар. Алдын ала қат сөкпеңіздер, өйткені біз жүк көлігімен көп жұмыс істемегенбіз. Шыны керек жұмыста істемегенбіз. Жаңағыдай кем кетістіктері болып жатса, әрине сіздердің тараптарыңыздан комментарияға атын жаңылыс айтып жатсақ, нелерін жаңылыс таныстырып жатсақ, түсіністікпен қарауларын сұранамыз достар. Қараңыздар шына көліктер, не деген көліктер. Шіркін айда сеш біреуін алып мінсең, әр қазақ осындай бір-бір жаңадан фурадан алып жұмыс істесе, әрине қазіргі таңда қалтасы көтере бермейді. Қанша-мұнша адамдардың телефон нөмірі, уже ақпарат жоқ. Не дейміз енді, 2021 жылы Құдай қаласа осындай бір фурадан әр қазаққа шаруаға берсін. Соңына дейін қарап достар, WhatsApp чаттарға таратып жіберулерін сұранамыз. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біздің Автолай каналы одан әрі өз түсірілімін тоқтатпақ достар. Бұйыртса әртүрлі жанрда автокөлік саласында видеолар шығаратын боламыз. Пысымыла деп қазір ішін түсіріп жіберейік. Сатылымдағы көліктің салоны 2 спальный, холодильник, рация барлығы бар. Көріп тұрғандарыңыздай. Euro 6, Volvo 500 прицеппен. Так, 2014. Зор екен жағдай. Матадар балондармен. Шеттермен нағатардың бары DAF, Volvo, DAF, барлығы DAF болып кеткен. Сатылымда барлығы. Енді көп жағдайда бізге рұқсат бере бермейді жігіттер, еткені. Кім не жағдайдан түсіртпейтініне жағын түсіне бермейміз. Сіздер де келсеңіздер, сіздерге де бірден кеп қарап көруге мүмкіншілік жоқ. Шыны керек. Телефон нөміріне хабарласасыз. Хозяиндар жоқ. Volvo 600 дейді, 2013 жылы сатылымда. Реф, Наутентпен. Достар, біздің Автолай каналына тіркеліп, видео соңынан ұнап жатса лайк басып пікір қалдырып кетулерін сұранамыз. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында қазір 40 мың болып қалдық. Бұйыртса 100 мыңда жақсы шығарылымдар шығаратын боламыз. DAF 106, 2014 460 дейді. 2014 жылға. Кроншторка 2012 год выпуск. Euro 6. Но крон прицеп. Ешқандай тентте жамалған жер жоқ. Тағы да Volvo прицеппен сатылымда. Шмидц дейді, 2010 жылы, свежеприган дейді. Так, телефон нөмірі 5 миллион. Мен жаңалдым, түсінбей қаласың бағасына. Хабарласып көріңіздер енді. Мына Volvo'ларды бірнеше уақыт бұрын кеп түсірген болатынбыз, естеріңізде болса. Euro 6 дейді, Volvo 500 2017. Автомат дейді, двигатель 500, телефон нөмірі, бағасы жоқ. Бұрадағы көліктердің бағасы болмайды. Фуралардың бағасын көп қоймайды екен. Бұл да 2015 көк түсті. Телефон нөмірі. Өткенде біраз кісілер ұрысып тастады кәдімгідей.
фура түсуге желание қалмаған ғой. Орысып неғып түсіресің, айқай шу, ау. Матадор баллондар. Вот мына баллондары жақсы. Артыда алдыда жақсы жағдайда баллондарын. Бұл көлікпен жолға шықсаң, жаңадан айдап үшін бірінші ямын ұстап подушкасын жарсаң керек. Есігін ашып түсіретін мүмкіншілік жоқ аттең. Тағы да Volvo сатылымда прицеппен. Так. 460 2014 свежий пригнан автомат дейді. Телефон нөмірі. Қызық болып жатса. Ақ түсті. Бұрын кинодан ғана көрушік, қазір енді бәрі өзімізге қол жетімді. Бұда Continental алды. Жақсы жағдайда. Так, Michelin дейді. Задний баллонда жақсы бұл көліктің. Хабарласып көрсеңіздер болады, мынау жатса. Нағатардың бәрі фура. Volvo тұр сатылымда. Так, Мега дейді. 2014 свежий пригнан, цена договорная дейді. Бұл жерде ешқандай көліктерге баға қойылмайды. Мен түсінігім бойынша Michelin баллондармен. Прицеп ақтулы. Егер қарап көрем десеңіздер, телефон нөміріне хабарласып көрсеңіздер болады. Автокөліктің 60% баллондардың протекторы. Тенттері де бір-екі жерінен жамылған. DAF 105 пол прицеп. Так, двигатель 410, год выпуска 2008, 126 куб дейді. Телефон нөмірі, хабарласып көрем десеңіздер. Мосты. Қарап көрем десеңіздер, телефон нөміріне звондап көріңіздер. DAF 510 сатылымда. Көлік 2014 жылғы. Так, реф дейді. Бұның артында қазір реф жоқ. Реф сатылып кетті ма? Евро 6. Сезонында жақсы көліктер ғой. Көбінесе біздің комментарияда қырылып атады. Бұларға жұмыс жоқ. Болмаса бұны не қыласың деп Continental баллондар.
Так, 222-де 5 дейді, R70-315 дейді баллондардың размері. Ну, достар, іздеп жүргендеріңіз болса, Алматының автокөлік базарында, бұл Барыс базарында тұр. Мынада прицеп тұр. 13 жылғы телефон нөмірі, қалдырып кеткен бағасы жоқ. Volvo 460 евро шестой. Бұның да бағасы жоқ. Қазір телефон нөмірін қалдырамыз. Телефон нөмірі, егер қызық болып жатса. Жақсы жағдайда фуралар тұр бұл жерде. Прицебі де 2014 жылғы. Оған бөлек телефон нөмір қалдырып қойған екен. Ұстан звондап сұрақ көре аласыздар. Стандарт 92 мол бар, жігіттер. Білсеңіздер комментарияға бөлісіп отырсаңыздар. Енді біз бұл саланың маманы болмағаннан кейін көбінесе біле алмаймыз, біле бермейміз. Алматы қаласындағы фуралар DAF 105. Телефон нөмірі. Бұрадағы автокөліктердің, достар, бағалары жоқ. Біразында бар, біразында жоқ. Өткен алдыңғы шығарылымда ренжіп жатыр оны көп кісілер. Неге бағасын звондап сұрамайсың деген сияқты. Өйткені бұның бәрін бір кадрға сидыру мүмкін емес. Таза қазақ. Таза қазақ дейді. Пішірілмеген дейді, қазақ дейді. Туа бітті қазақ.